Әлия Юсупова президентке спорт саласындағы проблемаларға қатысты ұсынысын жеткізді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан гимнастика федерациясының президенті Әлия Юсупованы қабылдады деп хабарлады Ақорда. Қасым-Жомарт Тоқаев Әлия Юсупованы Қазақстан гимнастика федерациясының президенті болып қайта сайлануымен құттықтады. Кездесуде елімізде көркем гимнастиканы дамыту перспективасы талқыланды. Президентке федерацияның қазіргі жұмысымен алдағы жоспары туралы ақпарат берілді деп жазылған хабарламада. Әлия Юсупова спорт саласындағы кейбір өзекті проблемаларға қатысты бірқатар ұсынысын жеткізді. Федерация басшысының айтуынша, балаларды гимнастикаға ерте жастан баулу үшін кешенді жұмыс атқарылуы керек. Қасым-Жомарт Тоқаев сала инфрақұрылымын дамыту және жаттықтырушыларды даярлау ісінде туризм және спорт министрлігімен тығыз қарым-қатынас орнату қажет екенін айтты.